Баршаға сәлем қыздар. Бүгін біз өте әдемі қызартылып қуырылған картоп дайындаймыз. Картопымыз бен пиязымызды жақсылап жуып, әдемілеп тазалап жуып, соломка етіп әдемілеп турап аламыз. Қатты қызып тұрған отқа табамызды қойып, жарты пиала майымызды, сұйық майымызды құйып, қатты қыздырып, 10-15 минутқа астын жай қойып, картопымызды салып 15 минутқа жауып қоямыз. 10-15 минуттан соң ашып, астын бір қозғап, пиязымызды салып, үстінен керегімізше, өзіңіздің қалауыңызша дәмдеуіш тұз қосып, бетін жауып, 20 минутқа қалдырып қоямыз. Картопымыз дайын болғанша бетіне пиязымызды жақсылап ашып, жуып, турап, үстіне керегімізше тұзымызды, дәмдеуішімізді және қара бұрышты сеуіп, араластырып, жақсылап мыжып, согын шығарып, әдемілеп дайындап қоямыз. Дайын болған картопымызды тарелкемізге әдемілеп салып, үстіне пиязымызды салып, ұсынамыз. Қыздар, ұнаса лайк басып, коммент қалдырып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Алдын ала рахмет.